Халық арасындағы жауыңа да сәлем бер деген сөздің түп төркіні қайдан шыққанын білесіз бе? Шариғатта егер сен көшеде жасы өзіңнен үлкен жауыңды кездестірсең, оған міндетті түрде сәлем бер дейді екен. Егер сен сәлем беріп, ол сенің сәлеміңді алмаса, сенің тірлікті жасаған күнәларың оның мойнына жазылады екен де, сәлем бермесең, оның жасаған күнәлары сенің мойныңа жазылады екен. Міне, сәлем сөздің атасы демекші, сәлем беруде қаншама міндет жатқанын көрдіңіз бе? Сондықтан қысқа тірлікте бір-бірімізбен амандасып, саулық сұрасып жүрейік. Әр адамның тілінің ұшында ассалаумағалейкум сөз жүретін болса, адамды тура жолдан тайдырған соншама әзәзіл бізден қашық жүрері сөзсіз-ау. Қазақта асықпаған арбамен қоян алар деген нақыл сөз бар. Қиямет күнінің жақындағанының белгісі ме? Қазір уақыт тез өтеді. Таң атса күн батады. Сағатта адамдар да асығыс. Неге екенін білмеймін, бір жерге барғанша, бір нәрсені көргенше, бір деңені алғанша асығамыз. Бәріне асығыс шешім қабылдап, артынан өкініп, бармағымызды шайнап жатамыз. Осы асығыстықтың салдарынан өмір бойы орны толмас өкінішке ұрынып жатқанымыз қаншама. Сонда да асығуды қоймаймыз. Асыққан шайтанның ісі дейді қазақта. Сондықтан асығып аптықпай, қандай іс бастасақ та ақылмен, сабырмен, жеті өлшеп бір кесіп, ой елегінен өткізіп барып, шешім қабылдайық. Бір отбасы көрдім. Құдай-ау, ұл болса да, қыз болса да, перзент берші деп күндіз-түні тілек тілеп отырған. Бір отбасын көрдім. Күйеуі Құдай-ай, топырлатып 5 қыз бергенше, осылардың орнына бір ұл неге бермедің деп налып отырған. Бір отбасын көрдім. Қартайған шағында рахатты қыздан көрген. Бір отбасын көрдім. 10 ұл қыз бағып өсірсе де, жанында аузына су тамызар перзенті қалмаған. Барға қанағат, жоққа сабыр деген осы. Басың иіліп, белің бүгілген шақта бәрібір жалғыз қалатын болсаң, онда перзент не керек? Мейлі ұл болсын, қыз болсын, жалғыз болсын, көп болсын, перзенттеріңіздің санасына берсін деп тілейік. 4-5 баласы болса да, шал мен кемпір болғанда, бала мен келіннің қызығын көре алмай, жалғыз тұратын шал кемпірлерді көрдім. Бір баласы болса да, әке-шешесінің аяқ қолдарын жерге тигізбей, хан қылғандарды көрдім. Мен осы өмірде ең мықты қайсар, сабырлы, шыдамды, еңбекқор жандарды көрдім. Ол күйеуі бақилық болған әйелдер. Алланың маңдайына жазған тағдырына мойынсұнып, болған іске болаттай берік боп, күйеуінің ошағының отын өшірмеймін, балаларына жетімдік көрсетпеймін, ешкімге алақан жайдырмаймын, ешкімге жалтақтатпаймын деп, жастай жесір қалса да, балалары үшін қайта тұрмысқа шықпай, күн-түн демей тырмысып, еңбек етіп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, оқытып, тоқытып, қиындыққа мойымай, балаларының бақыты үшін өз жастығын, өмірін құрбан еткен жесір аналарға тәнтімін. Мен оларды мықтылықты, батырлықтың, тұрақтылықтың символы деп айтар едім. Алла тағала оларға екі дүниенің бақытын, ұл-қыздарының рахатын көруді нәсіп еткей. Ешкімге істеген үшін ашуланушы болма, керісінше саған опасыздық жасағандарға рахметіңді айт. Олар саған адал болуды үйретті. Өтірікшілерге де алғыс айт, олар саған шындықты көруге көмектесті. Бақытсыздарға дұға ет, олар саған бақыттың не екенін тереңірек түсінуге септігін тигізді. Баршасын сүй, әрқайсысы сенің өміріңе мән қосады. Өмір сонысымен қызық. Жамандықты құмға жаз, жел өшірер, жақсылықты тасқа жаз, мәңгі қалар. Қазақта мынадай сөз бар. Алаған қолым береген деген. Бұл сөздің түпкі мағынасы қандай? Бұл сөз қолы қытымыр, сараң адамдарға айтылған. Сараң адам ол тек қана алғысы келетін, біреуден алғанды ұнатып, біреуге келгенде қимай қалатындар. Мен оларға былай деп айтар едім. Адам қолы ашық болса, кісіге ренжімей берсе, онда ол адамның шыққан шығынын Алла еселеп қайтарар сөзсіз. Бір қолыңмен алдың ба, екінші қолыңмен бер. Сараңдық қылма. Қызғанғанның қызыл итке бұйыру мүмкін дер едім. Пенде сараң болған сайын Алла оның шығынын көбейтеді. Кез келген уақытта басқалай шығынға ұшыратады. Қысылған алақанның әрқашан ашық болсын деп кеңес берер едім. Сыйға сый, сыраға бал деп не үшін айтты дейсіңдер, бұрынғылар. Біздің қазақта қанағат қарын тойғызар, қанағатсыздық жалғыз атын сойғызар деген мақал бар. Бұл мақалдың тойымсыз, кең көмей, аш көз, тек алуды қармап алуды ойлайтын, тоғышар адамдарға айтылған сөзсіз.
Осындай жағымсыз қасиеті бар адамдар бұрын да болған және қазір де бар. Айналайын халқым-ау, шүкіріміз ғой, не жетпейді бізге? Неге барымызға қанағат етпейміз? Үкімет халық күн көрсін деп бар жағдайды жасап отыр ғой. Неге әрі қарай өзіміз дамытпаймыз? Неге үкіметке қарап ауыз аша береміз? Жер сұрасақ жер, сауда жасауға, оқып тоқуға, мал бағып егіс салуға рұқсат етілген. Соны неге пайдаланбаймыз? Шетелдегі ашаршылықта өмір сүріп жатқан халықтардай болсақ қайтер едік? Ағайын, ойланайық. Тәубеге келейік дегім келеді. Егер сенің басыңда баспанаң болса, ішерге асың, киерге киімің, адал наныңды тауып жеп отырған кәсібің болса, денсаулығың жақсы, отбасың аман, ұйқың тыныш болса, онда жоқ деп айтпа. Сен шүкірсің. Сенде Алланың өлшеп берген бақытының бәрі бар деген сөз. Алла біреуге байлық беріп, тыныштық бермей қойғанын, біреудің несібесін мол етіп, берекесін бермей қойғанын, біреуге атақ пен абырой беріп, кедей қылып, біреуге бала беріп, санасыз етіп қойғанын ұмытпа. Алла не үшін ондай жаза береді деп ойлайсыз? Өйткені пенделерден қанағат кетті, барды жоқ дейтін болды, Алланың бергеніне шүкіршілік етпейтін болды. Алланың аманатына қиянат жасап, аузын ашса жоқтан өзгені айтпайтын болды. Сондықтан барына шүкір де, жоқ деме. Адам баласы болған соң өмірің сен ойлағандай керемет бола бермейді. Кейде алдын, кейде артын көрсетер қу өмір, кейде ақысын, кейде тұщысын сыйлайды. Адам баласының маңдайына тағдырды Алла тағала жазды десек те, сол тағдырды өзгерту өз қолымызда екен. Ілгері басамын десең, ілгері басып, кері кетемін десең, кері кетеді екенсің. Ілгері басқаның өткен қателіктен сабақ алу, бұрынғы жүріп кеткен жолыңмен қайта жүрмеу, алдыңа мақсат қойып, соған жетуде. Кері кеткенің, сол бұрынғы қараңғы, адасқан жолыңмен жүріп қайта қателікке ұрынып. Сондықтан ағайын, бір рет қателік жіберіп, тура жолдан тайсаңыз, екінші рет қателік жіберіп алмауға тырысыңыз. Біздің халықта сүт сұрай келіп, ыдысыңды жасырма дейтін астарлы сөз бар. Бұл сөздің астарында не жатқанын білесіз бе? Оның мағынасы мынадай: Алла әр пендесінің маңдайына әртүрлі тағдырды жазып қойған. Бірін шекесі шалқыған бай етіп, бірін тақыр табақ кедей еткен. Егер сіз сол кедейдің санатынан болып қиналып жүрсеңіз де, сырт көзге бай көрінер болсаңыз, нағыз сүт сұрауға келіп, ыдысын жасырынған адам болғаныңыз. Сіз білесіз бе, пенденің осы бір әрекетін Алланың қолдамайтынын. Өйткені ар жағында жоқ боп тұрып, бар боп көрінуі нағыз көзбояушылық, жалған намыс және тәкаппарлық емес пе? Алла 12 мүшеңе саулық беріп тұрса, ақ адам еңбекпен, барлық пен байлыққа неге қол жеткізбесе? Алла адамға бір құрсақтан шыққан бауырын жүргенін бір бөлшегі етіп, қуанса қуанып, қиналса қиналып, қайғырса бірге қайғырсын, бас ауырып балтыры сыздаса қамқор болсын деп жаратты. Ал адамдар Алланың осы сыйына лайықты ма? Жоқ. Адамдар қазіргі заманда қатыгез, өз басын ойлайтын өзімшіл, безбүйрек болып кетті. Бауырға жан ашмас түгілі, бауырының барына да шүкір етпейтін жағдайға жетті. Неге деп ойлайсыз? Өйткені адамның жүрегі тас болып қатып, көңілдері мұз болып суыды. Қызғаныштың, мейірімсіздіктің құрбаны болды. Адамды бұдан құтқаратын жалғыз жол Алладан қорқу, тәубеге келіп, жүректі иманға толтырып тазарту деп ойлаймын. Алла имансыздықтан сақтасын тек.